Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Ең алдымен біз сендермен сабаққа дайындық жүргізіп алайық, иә? Кәне бәріміз бірге. Біз алдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жақсы балалар, ақырындап орныңызға отырыңыз. Бүгін бізде жаңа сабақ, бірақ жаңа сабақты өтпес бұрын біз өткен сабақты қайталап алайық, иә? Өткен сабақты қайталамас бұрын сендердің алдарыңда бағалауға арналған зат жатыр, домбыра. Демек біз бүгін сабақ бойы өзімізді сол домбырамен бағалаймыз, иә? Домбырада 1-ден 10-ға дейін шкаласы бар. Әрбір сұраққа жауап берсеңдер, және дұрыс жауап берсеңдер, 1 балдан отырамыз. Түсінікті ме? Білесіңдер, иә? Жақсы. Енді үй тапсырмасын қайталап алайық. Үй тапсырмасына бізге не деді білсеңіз? Елдестің ойынын мазмұндап оқып келгеніміз. Берілді. Жақсы. Елдестің ойын кім дайын? Айша. Күнделікті балалар сабақтың соңында Елдестің ойыны. Елдес әрбір шешесін тыңдамай ойын десе жүгірі ойнайды. Оның ойыны шатақ ойын емес, асық ойыны. Ол үй таңертең тамағын ішіп алып, қалтасына бір асық, бір арқардың асығын алып кетеді. Кешке таман асық ойыны ойнап болған соң 2 қалтасы толып келеді. Ол сөйтіп ойнағалы жатқанда, оған достары ашуланады. Сенің асығын арқардың асығы. Бізбен ойнағың келсе, онда қой асығымен ойнауың керексің дейді. Ал Елдес олардың сөздерін тыңдамай асықты қойып доп ойнайды. Ол доп адамды ашуландырмайды. Ол ойын қызықты әрі қызықты ойын. Оның аты футбол қазірден бастап келе жатқан ойын. Қазақта мұндай мақал бар. Доп ойнаған тозар, асық ойнаған озар деген. Асық ойыны футбол ойынына алмасты. Жақсы. Тағы да бір айтып жүрсем, арман сөз. Елдестің ойыны. Елдес әке-шешесін тыңдамайды. Елдес ойын десе бірден еш ойланбастан қалтасына бір сақыздың бір асығын алып кетеді. Кешке қарай үйге қайтар жатқан кезде оның 2 қалтасы толы болады. Атылған балалар Елдеске ашуланады. Біз онымен ойнамай қойайықшы. Оның асығы арқардың асығы. Ал біз тек қой асығымен ғана ойнаймыз деді. Елдес асық ойнамай футбол ойнады. Қазақта
мақал болған. Асық ойнаған озар, топ ойнаған тозар деген. Елден сосын футбол ойынына ұласты. Асық ойыны қазір бізде футбол ойынына ұласты деп дұрыс болады, иә, солай айтсақ. Жақсы. Тағы да кім айтады? Бексұлтан. Елдестің ойыны. Бір күні елдес аты анасын тыңдамайтын. Ал ойын десе жүгіріп ойынға кетіп қалатын. Ол кететін кезінде бір асық, бір арқардың асығымен кететін. Bir күні ол арқардың асығымен атқанда бүкіл асықты төбеге ұшырып кетті. Сол кезде оған ойнағандар да жеңілгендер де ашуланады. Сол үшін елдес қайта кешке қайтқанда екі қалтасы толы асыққа боп келетін. Bir күні ол асық атпақшы болғанда достары оған ашуланып, оған айтады: "Біз сен арқа асығын мінесің. Ол үлкен, ауыр арқа сияқты тез ұшып барып тізілген асықтарды ұшырады дейді." Сонда елдес оған ашуланып кетіп қалады. Ал достары оған айтады: "Сен ойнағың келсе, тек біздікі сияқты асық, қой асығымен ойнайсың" дейді. Ол оған мұңайып үйіне келіп, ол енді асық ойнайтын. Ал қазір асық ойыны допқа ұласты. Қазақта бір мақал бар еді: "Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар" деген мақал бар еді. Осылайхан Әбубәкір. Өте жақсы. Иә, балалар, жақсы дайындалған сияқтымыз. Енді ары қарай бізде тағы да бір ойын бар. Асық ойыны деп аталады. Асық ойыны деп аталады. Енді асық ойыны арқылы ары қарай тапсырмасын бекітуді жалғастырайық. Асықтың түсуін, сендер асық ойнайсыңдар, иә? Асықтың түсуін көбін білесіңдер, иә? Асықтың түсуін білеміз. Жақсы, әлемді оқы. Асық қалай түседі екен? Қандай түрлері бар? Шыр, алшыр, соқа, омпы, тәйке, бұқ. Жақсы, өте жақсы, отыра қой. Ендеше, осы ойын арқылы біз қазір тағы да тапсырмаларға жауап айтып көреміз, иә? Кәне, сұңқар келе ғой. Бізде балалар қараңдар, қандай асық? Бұл ненің асығы деп ойлайсыңдар? Арқардың асығы ма? Жоқ, қойдың асығы емес. Қойдың асығы ма деп ойлар? Сиыр, қара малдың асығы, иә? Бұл бізде көріні жақсы көріну үшін алып. Әлде сендер қандай асықпен ойнайсыңдар? Аллах дұрыс қой, қане. Қалай түседі? Қандай түр екен? Бүк түсті. Бүк дегеніміз бізде сұрақты оқы. Ертебектегі, мен оқиын, иә? Ертебектегі асық ойыны қазір қандай ойынға ұласты? Толық жауап айтайық. Толық жауап айтайық. Асық ойыны Қазір ойына алды. Жақсы, дұрыс па балалар? Жақсы, дұрыс. Келесі қоң келе ғой. Жылдам шығамыз балалар, иә? Тездеп. Қалай түсті? Жоқ, керісінше. Бүк емес? Шық түсті. Шық бізде? Елдестің ойынында қандай ойын бар? Балаларға жауап бер. Елдестің ойынында шатақ ойын емес, тек қана асық ойын ғана бар. Ол тек асық ойын ғана ойнайды, иә? Жақсы, отыра ғой. Тағы да келесі әділ кел. Келесі қалай түседі? Ақырын
Айналамыздар, иә? Жақсы. Кел. Енді қазір келесі сұраққа сен жауап бересің. Балалар, асық бізде егер былай түсетін болса, жоқ, кел. Былай түсетін болса, ол бізде алшы, демек, алшы түсетін болса, бізде мынандай сұрақ бар екен. Елес асық ойынын қалай ойнайды дейді. Балалар жауап берді ғой. Мықты ойнайды. Иә. Қалай ойлайсың? Неге мықты ойнайды? Өйткені асқан асығымен. Иә, өйткені балалар солай ғой. Жақсы отыра ғой. Келесі, тағы да балалар. Ендігі келесі тағы да кәдесіне. Арғы кім? Расул келі ғой. Жылдан шығады, иә? Кейде бізде асық түспей қалады, иә? Түспейді. Кішкене жақыннан көрші, жақыннан. Жақыннан түсір. Жаңа, көтер ғой. Жаңа бізде былай түсу керек болды, иә? Міне, былай. Былай түссе ол қай түр екен? Шоңқа дейді. Демек, бізде шоңқа түсетін болса, мынандай сұрақ бар. Елдесін ертермен үйден шыққанда қанша асықпен? қанша асықпен кетеді. Үйге қалай оралады? Елдес таң атқанда асықпен кетеді. Біреуі арқардың асығы, біреуі қойдың асығы. Кешке таман елдес үйге қайтып бара жатқанда екі қарындасы аспен толы болады. Жақсы, дұрыс па жауап? Иә, жақсы. Келесі Расул кел. Қандай түрі бар екен? Түспей қалуы мүмкін, бірақ біз бар, көруіміз керек, иә? Әкел. Ал енді бізде тағы қалай тұрады асық, кәне? Қалай түсуі мүмкін? Ал кәне, көрсетші қайсысы? Омпы. Міне, омпы түскенде былай екен, балаларға көрінсін, е? Міне, балалар, омпы түскенде міне асық осылай түсу керек екен. Былай тұрады. Омпы түскенде де осылай. Ал омпы болатын болса, бізде сұрағымыз қандай? Балалар елдес туралы не дейді? Жауабы. Балаларға қарай. Балалар елдес туралы әсер айтады. Қандай? Елдес арқардың асығымен ойнайды. Оның асығы ауыр және үлкен дейді. Дұрыс па жауап? Иә, дұрыс, жақсы отыра ғой. Біз неше сұраққа жауап бердік? Барлығына? Тәйке балы. Тәйке бізде қалай түседі екен? Тәйке бізде? Иә, сұңқар кер, көрсетші қалай түседі? Шүк бүгініміз көрді. Ал, тәйке қалай түседі екен? Тәйке бір жақ бүйіріне түседі, иә? Не, мына жақ бүйіріне, не? Екінші жақ бүйіріне түседі екен, иә? Жақсы отыра ғой. Енді тәйке түссе, мынандай сұрақ. Ұтылған балалар қандай үшін шығарады дейді? Орнымызға жауап айтты, жан көрек. Балалар ашуланады. Иә. Не деп үшін шығарады? Ода қой асығы емес. Елдестің асығы. Қандай асық дейді? Арқардың асығы дейді, жақсы, жан көріп отыра ғой. Арқардың асығы дейді, жақсы. Балалар, кім жаңа жауап толығымен айтты осы жерге шығып, иә? Өздеріне бір балдар домбыра белгісінде белгілеп қойды. Жақсы балалар, үй тапсырмасын біз аяқтады. Енді келесі бізде қазір жаңа сабақ. Жаңа сабақта бүгін біз сендермен Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар деген өлеңмен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта біз сендермен сабақ мақсатына қарай қолдануға, бағалауға негізделген сұрақтар қойып, және соларға жауап беру керек екен. Енді ең алдымен біз автор Ыбырай Алтынсарин туралы не білеміз? Еске түсіріп алайықшы, біз не білеміз Ыбырай Алтынсарин туралы? Бұл бізге өте танымал автор, иә?
Бексұлтан не білеміз? Ол қазақ балаларына мектеп ашып алғаш. Алғаш қазақ мектебін өте жақсы. Кім сұраққа жауап беріп отыр? Балалар белгілеп отырмыз, иә? Сезім. Ол Ыбырай Алтынсарин мектепті ашқанда бір өлең құраған. Оның аты «Сел балалар оқылық». Жақсы. Тағы да не білеміз, кәне? Жұмыс жасаймыз, жылдан бірінші қатарда, кәне? Жасмина, тағы не білеміз? Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы туған, 1889 жылы қайтыс болды. Жақсы, өмір жылдарын білеміз, тағы да аяғын не білеміз? Ыбырай Алтынсарин жазушы. Тағы да? Автор. Ненің авторы? Балалар. Жақсы, тағы да кішкене ойын толықтыр, иә, Қуан? Кәне, шыққан жұмысы? Сел балалар оқылықтың авторы. Иә, оны жаңа айтты, қайталамаймыз. Иә, жақсы балалар, тағы да, енді қарақшы. Ыбырай Алтынсарин дегеніміз қазақтың ұлы педагог ағартушысы дейді. Көрдіңдер ме? Келесі. Тағы да Ыбырай Алтынсарин туралы толықтырайық, иә? Туған жері Торғай жерінде. Қазақ балаларын арнап мектеп ашқан. Біз айттық, иә, оны. Қазақ хрестоматиясы оқу құралын жазған екен. Және де оның қандай шығармалары бар дегенде біз білеміз, өрмекші құмырсқа, қарлығаш дейді, бақша ағаштары, бір уыс мақта. Мынау да міне мына өрмекші құмырсқа, қарлығаш әңгімесі бойынша, иә? Жақсы, тағы да біз білейік пе? Және де қарға мен түлкіні аударған. Жақсы, өте жақсы. Ал енді бәріміз кел балалар оқылық өлеңін білеміз бе? Бір шумағын ғана қайталап айтып жіберейікші, кәне есіңізде бар ма? 3, 4. Кел балалар оқылық, оқылғанды көңілге, балалар сүйіп оқылық, сиса көйлек үстінде, суқуменен табылған, сауысқанның тамағы, шоқуменен табылған. Өте жақсы балалар. Енді қазір біз сіздермен тағы да бір шығармасымен таныс боламыз, иә? Ол өлеңі өнер білім бар жұртқа деп аталады. Мұқият экранға назар аударайық. Өнер білім бар жұрттан қастан самайыз алжызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Ат жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда ағызды. Адамды қостай ұшырды, алыс дейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізі жүзді балықтай, дүниені кезді жалқыды. Білгендерге осылар бәрі-дағы анықтай, білмегенде табысты. Бізді бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйге түсіп жарыспай. Желеңден шыққан көкшіліктей, жаңа өспірім достарым, қатарын кетті-ау алысқай, ұмтылыңыз, қалыспай. Біз надан көп өсірдік, биіктегі сақалды, өнер жігіт көрмеден, ескермеден бақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге де батыр. Не мұқият балалар біз
Қазір біз осы өлеңді оқулықтан өзіміз оқып алайық, иә? Өнер білім бар жоқтар бізде 41-ші бетте. Барлығымыз оқып алайық. Орныңыздан тұрып, бір тыңдап алайық. Бәріміз қайталап, тез алайық. Жапонша, иә? Кесеміз, иә? Енді балалар, мәтін, мына өлең түрінде берілген мәтінді, өнер білім тапқыштар, қазір біз былай оқимыз. Тізбектеп оқып алайық, иә? 2-3 жолдан әрбір оқисыңдар, иә? Бастар, жасыңыз. Бәріміз қарап отырмыз, иә? Аты жоқ арманы мың шақырым жерлерде күн шарында барғызды, адамды құстай ұшырды. Мал істей жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізге жүзіп балықтай, мені кезді жарықтай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Бізде жеке жатпалық, осыларға таныспай, ат өнеді білмейміз. Бәйгеретсіз шыққан көк шөпте. Жаңа өздерін
Siz baksız. Ömür geçken dostlarım sizlerge verdim makamda. Veya insanlar. Yaxshi. Böyle böyle başlıklar. Bu ne böyle başlıklar? Kasım saray savunması. Şu kalış yerinde. Ömürde akşam şundan haber aldı. Azıcık aldı. Bunu şakır gelir üç şartında bakıldı. Adamda kısta ışırdı. Malas eğitim cümlesi de. Yok bir suğa түсірді. Okulsuz ama pişirdi. Susuzdan susun, ışkızdı, tümüzde yüzde, balıkta tümüzün yüzde, jönlükte bilkindirge osu var. Dağda dağlanmakta, yemeğe kanıkta, bilge жатmalı. Dostlara asfay, anneye üzülüm, bir sevgi üstü bastı. Dip şıkkan kutti cana uspel dostlar kanatım kitti al kalsay resimlerden bu güzel yekleri sakaldı. Dünya şöyle kurtarıp izlemeyi makaldı. Biz bulmasak siz varsınız, ömür bitti dostlarım. Sevgi verdim vatandı. Abraya bakmışlar. Ал оққан кезде кішкене дауысын шығарып оқиық, иә? Жақсы, енді осы өлең бойынша бізде қандай сұрақтар туындап тұр? Өлеңнің негізгі идеясы қандай екен? Депутат? Bizde өлеңді болуға Не істейді? өлеңді болуға айту. Бізді өнерлі білімді бол деп тұр дейді, иә? Кім айтып тұр? Толық жауапты толық айтайық, иә? Иә. Bizde өлеңді білімді болсын деп осы өлеңді жазды. Жақсы. Тағы да бар ма? Қосатынымыз бар ма? Тағы да, Нұрсара? Өлеңде жақсы мамандық және жақсы болуды айтты. Өлеңге қандай мамандықтар туралы айтылған? Кәне, аға? Мұғалім. Тағы да Жасмина. Аспаз. Аспаз, тағы да Сезім. Дәрігер. Өздері тұспалдап, болжап айтуларына болады ғой, иә? Қандай тағы да мамандықтар туралы айтылған? Ұшырайтын адамдар сосын. Ұшқыш, Кеме жүргізушісі, иә? Капитан. Тағы ер жігіт. Тағы ер жігіт. Пойыз басқарушысы. Пойыз басқарушысы. Иә, пойызды жүргізуші. Ер жігіт балалар мамандық па? Жоқ, иә, ол ер жігіт өзінің өнері болу керек. Солай ғой? Иә, тағы да бар ма? Сұрақ? Тігінші дейді. Айтылған ба екен? Жақсы. Бар ма қосамыз? Расул? Кітапханашы, кітап туралы айтылған кітапты. Саяхатшы, хатшы дейді. Жақсы балалар. Енді қараңызшы. Автор адамды нелерге теңейді? Өлеңнен теңеу сөздерді табайықшы. Теңеу сөздер білесіңдер, иә? Автор мысалы теңейді. Затты, адамды бір затқа теңеуі мүмкін, құсқа неге теңеуі мүмкін. Қане, сөздер табайық. Адамды құстай ұшырды. Дұрыс, адамды құстай ұшырды. Қандай? Адамды қандай ұшырды? Құстай ұшырды бала, қараңдар, тай деген жұрнақтар қосылса, ол теңеу сөзге жатыр, иә? Тағы да бар ма теңеу сөздер? Құстай дейді. Тағы да Нұрсара. Балықтай өте жақсы. Мал істейтін жұмысты не істетті? Адам малға қарайды, жаңағы
Бәйгеге түсіп жабысты дейді, тағы да аяқ таптық па? Қаттырақ айт. Осыларға таныспай дейді. Біз де келіп жатқан осыларға таныспай деген бізге таныс кетті. Тағы да айша бар ма? Дүние кезді жалықпай не сияқты дейді? Теңізде жүзді балықтайды. Оны айтып кеттік. Тағы бар ма? Тағы бар, иә? Тағы да арман. Ол досы тамақ пісірді дейді. Жарайды, жақсы балалар. Негізі жауаптарым дұрыс бағытта айтылып жүр, иә? Жақсы балалар. Енді келесі. Жаңағы сұрақтарға жауап берсек, домбырада белгілеп аламыз өзімізге, балдарымызды қойып аламыз, иә? Иә, кім жауап берді, кім дұрыс жауап беріп отырды, өзіне бір балға қосылып ұмытпаймыз. Келесі балалар, бізде топтық жұмыс. Топтық жұмыста бізде 3 топқа біз бөлінеміз, иә? Бірінші қатар сендер бірінші топ, екінші қатар екінші топ, үшінші қатар үшінші топ. Қазір жинап аламыз да. Бізде мынандай тапсырма. Бірінші топқа мынандай тапсырма. Әрбір мына затпен сөзді сәйкестендіру. Я ойды суретімен сәйкестендіру. Ортаға жинала аламыз. Тапсырма түсінікті, иә? Бірінші қатар. Түсінікті ма тапсырма? Түсінікті, орындаймыз. Келесі, екінші қатар. Сіздерге тапсырма. Ата-ананы, мына жерде тапсырма жазылған, иә? Ата-ананың жұмысын жеңілдету үшін сендер қандай жағдай жасаңдар? Не ойлап табасыңдар? Жазасыңдар. Балалар топтары не болып кетті? Күшті, жақсы, тынышты, тазалық және тәртіп. Мына жаққа тұра қаламыз. Бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Жалпы білесіңдер, иә, топтық жұмыста неше? 2-3 минут қалған. 2 минут орындайсыздар, 1 минут қорғауға. Білесіңдер ғой? Жақсылайын, бірден жазылғаныңды ойымызды құрайтын Нұрислам келеміз. Тапсырма арасында ғой, өзің жасаймыз. Сол үшін жаңа айттым ғой, дұрыс па? Е, былай орындаласың деп жатыр. Жоқ, былай міне орындаласың. Жанынан сөзі. Мынаның сөзі қайда? Мынаның сөзі қайда? Мынаның сөзі қайда? Жақсы, қасына жақсы қойып. Әкеңнің жұмысын жасау, апаның жұмысын жақсарту үшін, жеңілдету үшін ойлап ойларының бәрін айтып біреуін ғана жазыңдаршы.
Жақсы, бірінші топ болып қалды. Сұрағын естіп тұрсыз. Жақсы. Орақта болды. Жақсы. Әрқали. Әр топтан екі адам шығады, иә? Қане? Келеміз. Қалғандар үш балалар ұмытпаймыз. Үш атысын ұмытпаймыз. Ең алдымен біз Ыбырай Алтынсарин туралы бастайық, иә? Ыбырай Алтынсарин автор туралы мәліметті жазу керек болады. Үшінші топтың тапсырмасы. Қане, сендерге сөз. Балаларға қарап айтамыз. Ya, tағы да? Ол өлеңін жазды. Жақсы, болдық па? Жақсы, жыдап. Жақсы, жақсырамыз. Дұрыс па, мәліметті дұрыс жазып па? Иә. Жақсы, келесі екінші топ. Балалар қарап сөйлейік. Отыра. Сендердің тапсырмаларың? Балаларға қарап сөйлейміз, не сендер бұрылып сөйлеп тұрсың ба? Иә. Жұмыстарын жүргізу үшін не ойлап табар едіңдер? Иә. Ал. Мен ата-анама көмектесу үшін жол қимаймын. Мен ата-анама көмектесемін. Мен мұғалімдерге үзіліс жасаймын. Мен далада қар құймын. Мен ата-анама болдым. Мен ата-анама. Робот жасаймын. Жақсы, жасыра қойыңдар. Жақсы ойлардың рахмет. Ал келесі бірінші топ. Сусын ішеді. Былай қарап тұрамыз, көрсетеміз, суретті көрсетіп, сөзін оқимыз. Ал. Жақсы. Электр плита дейді. Жақсы, тағы да. Ашық ауыз жерлерден көзді ашық болғанша жылдан хабар алдым. Үшті әдісін балалар ешкім ол не? Шақ ойлап тапты. Тағы. Теңізде жеті балықшы. Кеме. Тағы. Аты жазылған арбаны мың шақырым жерлерге күн жарым да барыпты. Өте жақсы. Келсеңіз бе балалар? Иә. Келсеңіз бұл өлеңнің жолдарынан алынды. Жақсы жасыра қойды.
Жақсы балалар. Жақсы. Топтар барлығы жұмыс істеді. Топтар кім жұмысты жасады, кім белсенді қатысты, ол өзіне балл қояды домбыраға. Жақсы балалар. Ендігі бізде мынандай тездетейік. Ал балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен осы өлеңмен таныса отырып, тағыса біз ойымызды толықтырайық. Бізде мақалды толықтыр деген ойыны. Мен қане мақалды оқиын, сендер жауап бересіңдер. Кетті. Оқу немен құдық қазғандай? Немен. Кім білет? Қолмен айтуға болады. Тек кім айтты? Ол өзінің бір балл қояды. Келесі. Өнерді қайда жүрсейді? Басқа сөздің баламасы өрге жүзеді. Жақсы. Білім деген дүние қандай? Жақсы. Жігітке қанша өтті? 8. Не аспайды, не тозбайды? Ақыл аспайды, білім тозбайды. Өте жақсы. Өнердердің қолы қандай? Жақсы балалар, бір балдар қоямыз. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойы біз сендермен осы жұмыс жасау барысында кім қанша балл алды, өздеріне домбыраға белгілеп қояды. Маған көрсетеміз. Көтереміз. Және мен өз бағамды сендерге қоямын. Бүгін Айша жақсы жұмыс істеді. Бүгін Айша 9 балл алады. Айару бүгін өзіне 5 балл қойыпты, бірақ 6 балл деп қоямын. Әлі де жұмыс жасау керек. 7 балл деп қоямын. Әлі де жұмыс жасау керек. Қуан 9 балл, толық жауап айтқан үшін. Жақсы, Әлижан 7 балл, бүгін кішкене белсенді болу керек. Айзере 7 балл, Арлан 9 балл, Айнұр 9 балл, Бексұлтан 10 балл, Әділ 8, Нұрсара 10, Сезім 10, Жантөре 8. Сәл ойландым, кім? Сұңқар 10, Жасмина, Расул 10, Расул 10, Әлинұр 7, Әди 7, кім? 8, топта жұмыс істегендерін көрдім. Нұрислам 7, сәл кішкене жұмыс жасау керек. Мұхаммед 7. Ризамыз бар? Зухра 7 балл. Жақсы. Енді балалар, күнделікті ашамызда үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасы өлеңді жаттап келу және тапсырма берілген айтыс өнеріне дайындалып кел дейді. Өздерің жазып келесіңдерге, айтысқа қатысушы өлең жолдарын жазып келесіңдерге дайындалып келесіңдер. Жақсы. Енді балалар, сабақта бәрі түсінікті десеңдер, жасыл асығымызды білім қоржынына салып толықтырайық. Егер әлі білесіңдер ғой, сабақты әлі түсіну керек десе сары, білмедім десеңдер қызыл.